2021 жылдың 25 ақпаны күні Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің тарих және құқық институтында құқықтану кафедрасының ұйымдастыруымен Салық Зиманов ұлттық құқықтық жүйенің ғылыми мектебінің негізін қалаушы атты академик Салық Зимановтың 100 жылдық мерейтойына арналған республикалық деңгейдегі дөңгелек үстел өтті. Айтулы шара Салық Зиманұлының өмірі мен шығармашылық жолынан сыр шертетін бейнероликтен бастау алды. Дөңгелек үстелді Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің тарих және құқық институты құқықтану кафедрасының меңгерушісі, шара модераторы Ермек Бөрібаев ашып, шараға қатысушы қонақтарға алғысын білдірді. Сондай-ақ академик Салық Зимановтың 100 жылдық мерейтойына арналған республикалық деңгейдегі дөңгелек үстеліне Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті тарих және құқық институтының директоры профессор Әділ Жунусов, саясаттану және әлеуметтік философиялық пәндер кафедрасының меңгерушісі Жомарт Симтиков, Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің профессоры Батырбек Жетпісбаев, Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университетінің профессоры Бақытжан Қуандықов, Алматы қаласы Медеу аудандық нөмір 2 сот төрайымы Айгүл Маликова, Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің профессоры Жанна Хамзина, Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің қауымдастырылған профессоры Несібелі Қалқаева және Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің аға оқытушысы Жанар Молдахметова қатысып, тақырып аясында баяндамаларын ұсынып, өз ойларын ортаға салды.